Тегі халық қалаулылары сол халықтың өзінен алыстап кетті. Президент жолдауында мәслихаттарға ерекше назар аудару керектігін айтты. Қазақстандықтар өз депутаттарын таниды ма? Неліктен мәслихат әкімдікке тәуелді? Оларды қалай дербес ету керек? Және депутаттарға деген халық сенімін қалай нығайту керек? Толығырақ келесі сюжетте. Облыстағы, қаладағы немесе аудандағы әрбір мәслихат бұл кішігірім парламент. Ол заң шығарушы билікке жатады. Олардың негізгі жұмысы аймақ өміріне сай ережелерді қабылдап, даму бағдарламаларын әзірлеп, бюджет қаражатының жұмсалуын реттеп, бөлу және бақылау, құрылыс жоспарларын бекіту. Депутаттар халықтың әл-ауқатын жеткізетін өкіл. Алайда халық қалаулылары атанған жандарды халық өзі қаншалықты танып, жұмыстарына қаншалықты қанық. Президент мәслихаттарды қазір атқарушы билікке тым тәуелді деп санайды. Қарағанды облыстық мәслихатының депутаты Ермек Әбілдин де бұған келіседі. Ол бұл тақырыпты бұрыннан қозғап келемін дейді. Заң қабылдайтын тармақ билігі, ол жаңағы мәжіліс, парламент, жергілікті ол мәслихаттар, атқарушы, орындаушы органдар, ол жаңағы біздің акимат, әкімшіліктер және де үкімет, және де сот органдары, сот билігі. Соған байланысты осы үш билік бір-біріне тәуелді болмау керек. Өзі арасында тәуелсіздік болу керек бұларда. Сол кезде бәсекелестік туындайды. Сол кезде біздің осы мәслихаттың жергілікті депутаттар халықтың айтқан мұң-мұқтажын орындауға тырысады. Заң бойынша депутаттар әкімге наразылық білдіруге құқылы, бірақ іс жүзінде ондай жағдайлар сирек, тіпті жоқтың қасы. Төлеген Әшімов 2003 жылдан бері депутат қызметінде. Мәслихаттардың өкілеттіктерін кеңейтетін кез келді деп санайды. Азаматтық қоғам қазір бұл үшін пісіп жетілді. Честно скажем, мне... Шынымды айтсам, біздің өкілеттіктеріміздің шектеулі болуына байланысты біз көп нәрсеге қол жеткізе алмаймыз. Депутаттар белсенділерге халыққа сүйене отырып, шулы даулы кездерде ұтымды ой тауып идеялар тудырды, бірақ бұлар өте қиын, баяу жүреді, ал қазір уақыт басқаша. Құдайберген Бексұлтанов жалпы 22 жыл қалалық мәслихатты басқарып келеді. Тек партия желісі бойынша ғана емес, өзін-өзі көрсету арқылы депутат болу мүмкіндігі қайта оралса, қуанышты боларын жасырмады. Ал бүгінгі біздің президентіміздің Қасым-Жомарт Кемелұлының өзінің жолдауында нақты мәслихаттың құзырына өкілеттік беру, және де бүгінгі әкімдер тағайындау мәселесі, әкімдердің есеп беру мәселесі, тағы да біраз мәслихаттың құзырын мөлшерін көбейтеді деп ойлаймыз. Саясаттанушылардың пікірінше, қазақстандықтар өз депутаттарын танымаса өздері кінәлі, себебі заңдарды да биліктің шешімдерінде өзгертем десе халықтың ықпалы мол. Қандай да бір депутаттар келіп, бұл өмірді түбегейлі өзгертеді деу қате түсінік. Егер адамдарда ұйымшылдық болмаса, ешқандай депутаттар жағдайды өзгертпейді. Ал қазір жергілікті билік арасында бәсекелестік пайда болады. Депутат пен сайлаушылар арасындағы кері байланыс артып келеді. Енді 20 жастан асқан кез келген азамат жергілікті органдардың билігісіне араласуға ниет білдіріп, кандидаттығын ұсына алады. Сондықтан белсенділердің көпшілігі мемлекет басшысының сөзінен кейін болашаққа